Бәріне әссәләмағалейкум достар. Тарихта болған әлемдегі ең жақсы әскери теңіз күштері. Бірінші британдық корольдік әскери теңіз флоты. Бір кездері Англияға күнәсіз империя атағын берген факторлар бұл корольдік әскери теңіз флоты және де батыл британдық теңізшілер. Отарлық әрекеттен кейін екі ұлы дүниежүзілік соғыстан аман өткен және де өз күшін сақтай алған бұл әскери теңіз күштері тарихтағы ең үлкен әскери теңіз күштерінің бірі болып табылады. Екінші, испан жеңілмейтін армада жаңа әлемдегі көптеген жерлердің ашылуын қамтамасыз еткен және де Латын Америкасын испан жатақханасына айналдыруда маңызды рөл атқарған испан флоты тарихтағы ең қуатты әскери теңіз күштерінің бірі деп аталынды. Екінші патша 1588 жылы оның билігі шыңында болған кезде Филипптің бұйрығымен ол Англияға басып кіру үшін 131 әскери кемемен бірге жолға шықты, бірақ қатты қарсылық пен әуе қарсылығына байланысты соғыстан ұтылды. Проситант дауылынан салдарынан Ирландия жағалауында 24 кеме құлады. Ирландия жағалауында соққы беретін кемелер техникасы бүгінде өмір сүре бастаған. Сәтсіз британдық оккупациядан кейін жеңілмейтін армада күші біртіндеп төмендеді. Жеңілетін армада күші біртіндеп, сонымен қатар әскери теңіз күштерімен арадан қорқытқан елдер жер бетіне шыға бастады. Жеңілмейтін армада 1600 жылдың аяғында голландиялықтардан жеңіліп, өз күшін толығымен жоғалтты және де теңіздегі үстемдігін баяу тапсыруға мәжбүр болды. Жер бетінде тамыр жайған армада 1600 жылдан бастап бақыланатын өсу жолын таңдады. Үшінші, Португалия флоты. Испания корольдігінің қолдауымен құрылған Португалия флоты әлемдегі көптеген зерттелмеген жерлерге сапар шеккен алғашқы әскери теңіз флоты. Португалия флоты географиялық ашылулардың локомотиві жақсы үміт кейпін кесіп өтті. Арабия мен Үндістан аймақтарында шабуыл жасаған кезде ол Османлы флотына қарама-қарсы тапты. Екі жақта да жеңе алмаған бұл соғыста Португалия флоты өз күшін бір бөлігін жоғалтты. Содан кейін Наполеон француз флотының алдында жеңіліп, әскерін толығымен жоғалтты. Төртінші, Османлы флоты 1500 жылы Сукуллы Мехмед паша садыр-ағзам жасаған кезде Османлы флоты әлемдегі ең үлкен әскери теңіз флотына айналды. 1571 жылы Кипр жаулап алынғанға дейін әскери теңіз күштері кері жолда Крест жорығына тап болды. Интивахти әскери теңіз шайқасы болды. Соғыстан кейін Османлы флотының барлық дерлік батып, өте маңызды теңізшілер қайтыс болды. Содан бері Османлы флоты құлдырап өмір сүруді жалғастырды және де сәтті экспедициялар жасады. Әсіресе Барбара Хайреттиннің алжирлік Гази Хасан пашаның кезінде, мысалы Триполи шарттары, ақш салық төлеуге келіскен және де оған шет тілде Османлы тілінде қол қойған алғашқы келісім алжирлік Гази Хасан паша американдық флотқа енгеннен кейін жасалды, бірақ Османлы флоты ешқашан бұрынғыдай тиімді болған емес. Бесінші, Генуя флоты. 1300 жылдары итальяндық отарландығы бұл мемлекет жерорта теңізі мен Қара теңіздегі көптеген порттар басып алып, отарлық базалар құрып, Османлы империясының жерорта теңізі мен Қара теңізде Түрік көліне айналдырып өз ықпалын жоғалтты. Алтыншы, неміс флоты. 1933 жылы сайлау нәтижесінде билікке келген Адольф Гитлер бастаған нацистердің алғашқы орындаушыларының бірі армия мен флотты қайта бөлуі болды. Швейцариямен жақсы қарым-қатынастың арқасында қара металлургия үшін көптеген материалдар алдында және де әлемдегі ең үлкен флот құрылды. 1940 жылда Норвегияны жаулап алғаннан кейін табиғи порттар бар Норвегия негізінен нацистік флоттың үйі болды және де сол кездегі ең үлкен әскери кеме Бисмарк осы порттан шықты. 1942 жылдан кейін неміс байланыс жүйесін британдық барлау қызметі тартқаннан кейін неміс кемелері бомбалай бастады және де соғыстың соңына қарай күшін жоғалтты. Жетінші, Жапон флоты. 1930 жылдан бастап ақшқа қарсы Жапон императоры Хиротоның бұйрығымен әскери теңіз күштері үлкен жұмылдырылуы басталды және де ондаған тасымалдаушылар мен крейсерлер саналды. 1941 жылға қарай Жапон ұшақтары Гавайи аралдарындағы ақштың Федерал Хабор әскери теңіз базасына шабуыл жасады. Ол екінші дүниелік соғысты Тынық мұхиты майданын ашты. Содан кейін 1944 жылдың
мэхойдағы әскери теңіз шайқасына жеткеннен кейін ақш әскери теңіз күштері өз ұшақтарын осы аймаққа жіберді және де жапон флотының көп бөлігі батып кетті. Осылайша соғыстың барысы өзгерді және де бір жылдан кейін Хиросима мен Нагасакиге атом бомбалары тасталған кезде Жапон соғыстан шығып Екінші дүниелік соғысқа қатысуға шешім қабылдады. Екінші дүниелік соғысты аяқтаған келісімге қол қойылды. 8-ші Пикея флоты тарихта біздің дәуірімізге дейінгі 1000 жылдардан басталған Сами нәсілінен шыққан феликалықтар сол кездегі ең үлкен флотты салды. Жерорта теңізіндегі барлық теңіз саудасын әсіресе Египет, Ливан және де Кипр жағалауларын финикалықтардың жүзеге асырды. Ал Синоп пен Қырым Қара теңізді басып алды. Логистикалық базалар құрылды. 9-ші американдық флот 1800 жылдардан кейін жабылып индустрияландыруға ерекше назар аударған. ақш дегенмен оларға өздерінің әскери теңіз күштерін модификациялауды аяқтады және де Екінші дүниелік соғысты кезінде ол неміс флотын жойды. Содан кейін Екінші дүниелік соғыста Жапон шабуылына қарсы соғысқа қатысқан. ақш елдеріндегі көптеген зауыттарға әскери зауыттарға айналдырды. ақш қысқа мерзімде үлкен әскери теңіз флотын алды. Екіншіден және де бұл Екінші дүниелік соғыстан кейін әлемде екі державаның біріне айналдырды.